Бұл құбылыс туралы негізі көп адам естіген, көп адам біледі, бірақ мағынасын түсінетін адамдар өте аз. Бұл құбылыс инфляция деп аталады, және инфляция құбылысын жалпы біздің өмірімізден алып тастау мүмкін емес. Бұл бизнестердің проблемасы, бұл мемлекеттің проблемасы, бұл бүкіл адамзаттың проблемасы. Және бұл құбылысты біз ешқашан жойып жібере алмаймыз, тек қана белгілі бір күшін азайта аламыз. Осы видеода мен жалпы инфляцияның пайда болу себептерін толық ашып көрсетемін. Не үшін бұл инфляция біздің ақшамызға тікелей әсер ететін туралы да айтып өтетін боламыз. Әрине видео ұнаса, егер каналға жазылып кетіңіздер. Қазір мен өз каналымды біртіндеп көбейтіп жатырмын, және пайдалы ақпараттармен осы каналда барынша бөлісетін боламын. Сондықтан егер видео ұнаса, өздеріңіздің достарыңызға таратып жіберіңіздер. Инфляция ұғымы, егер толық түсіндіретін болсақ, ол біздің ақшамыздың сатып алу күшінің жылдан жылға азаюы. Яғни сіздерде қаншалықты өздеріңіздің ақшаларыңыз көп болатын болса, бұл құбылыс сізге соншалықты қатты әсер етеді. Енді нақты біздің жарияланған ақпараттарға келетін болса, Қазақстандағы орташа инфляцияның мөлшері ол қазіргі кезде 12% көрсетіп тұр, алдыңғы жылдары одан да жоғары болған. Енді өздеріңіз ойлаңыздар, инфляциямыз 12%. Теңгеміздің құнсыздануы орташа шамамен 8-9%. Жалпы қосатын болсаңыздар, сіздерде 20%-тен жоғары бізде қазіргі ақшаның өзінің күшін жыл сайын 20%-тей өзін жоғалтады. Енді орташа шамамен алсақ, мысалы 15% деп алатын болсаңыздар да, 15% деп алатын болсаңыздар да, ол сіздердің ақшаңызға өте қатты әсер етеді. Мысалы сізде егер 5 миллионнан жоғары ақша болатын болса, даже 5 миллион деп алсақ та, ол сіздің ақшаңызға қаншалықты әсер ететінін қазір мен осы жерде көрсететін боламын. Ол үшін, мысалы, 5 миллион теңгені, егер сіздер қарапайым математиканы білсеңіздер, осы 5 миллион теңгеге 0,15-ке көбейтесіздер, сол кезде сіздерде 750 мың теңге шығады. Яғни 5 миллионнан 750 мыңды алып тастайтын болсаңыздар, сіздерде 4 миллион 250 мың теңге, 4 миллион 250 мың теңге ақшаларыңыз қалады. Сол 4 миллионды қайтып 0,15-ке көбейтетін болсаңыздар, сіздерде 3 миллион 612 мың теңге ғана ақшаларыңыз қалады. Көріп отырсыздар ғой, бар жоғы 2 жылдың ішінде. 2 жылдың ішінде сіздерде 1 миллион 400 мың теңге ақшаларыңыз жоғалады. Егер сіздер қолдарыңызда бұл ақшаларды ұстап отырсаңыздар. Енді біздер көптеген қазір видеолар шығып жатыр, кейбір адамдар мен банктан ақшамды шешіп алып, өзім үйімде ұстап отырмын деген адамдар көп кездеседі. Мысалы, ол адамдарға енді бұл инфляция өте қатты әсер етеді. Сондықтан бұндай қателік жасамаңыздар бірінші очередь, өйткені қаншалықты қолда тұрған ақша, соншалықты ол жоғалған ақша болып табылады. Өйткені инфляцияларыңыз бар. Сіздердің жаңа айтып отырмын ғой, теңгенің құнсыздануы бар. Сіздің ақшаңыз 2 жылдың ішінде 1 миллион 400 мың теңге, даже одан да көп сіздің ақшаңыз жоғалып кетуі мүмкін. Сондықтан да бұл құбылыс жалпы бүкіл елдерде бар құбылыс. Даже Американың өзінде сіздерде инфляция барлық адамзат үшін проблема. Біздің Қазақстанда енді инфляциямыз өте жоғары, 12% деген жалпы өте жоғарғы инфляциялардың қатарына кіреді. Сонымен қатар енді өзім айтып өттім ғой жаңа, теңгенің құнсыздануы бар, сонымен одан да жоғары қарай кетеміз. Соның әсерінен біздің ақшамыз жылдан жылға азайып жатыр. Яғни сатып алу күші азайып жатыр. Енді ол қалай түсіндірсек болады бұл нәрсені? Өйткені сіздердің жыл сайын товарларыңыз қымбаттайды экономикадағы. Сонымен байланысты енді осы жылдық ақша келесі жылдың ақшасымен бірдей болмай қалады. Енді инфляцияның пайда болу себептеріне келсек, бірінші себебіне келсек, ол қарапайым мысал келтірейін сіздерге. Ол сіздердің күнделікті қолданып жүрген телефондарыңыз. Мысалы, сіздің айфондарыңыз біздің Қазақстанға $1000 келсе, осы $1000 сіздер валютаға көбейтесіздер. Яғни біздің валютамыз 510 деп алайық, сонда 510 мың теңгеге бізге сатып аламыз айфонды. Қандай маркасы енді маңызды емес, біз қазір сіздерге тек қана осы инфляция мен теңгенің құнсыздануын осы мысал арқылы сіздерге көрсетемін. Екінші нәрсе, мысалы келесі жылы Америкадағы инфляцияны есепке алсақ 2,7%-пен. Ол жақта 2,7%, сондықтан ол жақтағы айфонның бағасы қатты өзгермейді. Өзгерсе тек қана үстінен мысалы 1000 болса 1050-ға ғана көтерілуі мүмкін. Ал біздің Қазақстанға келген кезде біздің валютамыз енді 510 болып тұрмайды, мысалы біздікі 560-қа көтерілуі мүмкін.
доллармен. Сондықтан енді біз 560-ты көбейтеміз жаңағы 1050-ге, сол кезде бізде 588 мың теңге болады. Мысалы, былтыр 510 мың теңге болды, осы жылы уже 588 мың теңге болып кетеді. Айырмасын алып қарайтын болсаңыздар, 78 мың теңгеге уже көтеріледі бағасы. Бұл деген осы арқылы біз қарапайым мысал арқылы біз осы жерде инфляцияның күшін көрсетіп тұрық, және теңгенің құнсыздануының күшін көрсетіп тұрық. Түсініп жатсыздар ғой, екі нәрсе бар бізде. Бұл ең қарапайым нәрсе, мысал, және бұл импортқа тәуелділік деп аталады. Яғни біздің сырттан келетін товарларымыз бар. Біз сырттан жалпы Қазақстан өте көп товарды, продукттардың барлығын, көп бөлігін сырттан алып келеді. Ал біздің теңгеміз жыл сайын құнсызданып жататын болса, және инфляциямыз бар, соған байланысты сырттан келетін товарлардың бағасы жыл сайын артып отырады. Бұл бірінші мысал. Енді ең негізгі мысалдарына келсек, жалпы кез келген мемлекетте инфляцияның пайда болуына әсер ететін себептің бірі ол ақша массасының товар массасынан көп болуы. Бұны қалай түсіндіреміз? Егер мемлекетте ақшаның көлемі товардың көлемінен көп болатын болса, сол мемлекетте автоматты түрде инфляция болады. Біздің Қазақстанда, яғни официальный бізде инфляцияның мөлшері 12% деп айттық. Яғни біздің Қазақстанда әлде де ақшаның массасы жоғары болып тұр деген сөз. Ал ақшаның массасы, яғни көлемін кім көбейтеді деген сұрақ туындауы мүмкін ғой. Бұның екі түрлі себебін айтайын. Ең негізгі себептері, біріншісі ол кредиттер беру арқылы көбейтуге болады ақша көлемін. Екіншісі ақша басып шығару арқылы көбейтуге болады. Енді кредиттерді кім береді? Әрине банк жүйелері. Қаншалықты мемлекетте көп кредит берілсе, соншалықты мемлекеттің ішінде көп ақша пайда болады деген сөз. Ол ақша новыйдан шыққан ақша сияқты болып есептелінеді. Мысалы, сіздер депозитке саласыздар, сол депозит айналып келіп ақша болып шығады, кредит болып шығады. Қайт депозитке саласыздар, қайтып ол кредит болып шығады. Яғни сізде экономикада жоқ ақша, негізі ол болмаған басында. Кредит түрінде жаңа ақша болып шығады экономикаға. Соның әсерінен экономикадағы жалпы мемлекеттің ішіндегі ақшаның көлемі арта береді. Ал товардың көлемі сол күйінде қалатын болса, ақша көбейе беретін болса, яғни кредиттер көп беріле беретін болса, онда товарлардың бағасы автомат түрде көбейеді. Өйткені көріп отыр, мына ақшаның көлемі көп. Біз мына товардың бағасын көтерейік деген сияқты. Өйткені экономикада екеуі бір-бірін теңгеру керек. Түсініп отырсыздар ғой, Сондықтан инфляция туындайды автоматты түрде. Яғни бірінші тудыратын жүйе ол банктік жүйелер инфляцияны тудыратын. Екіншісі ұлттық банк ақша басып шығару. Жалпы бұл құбылыс біздің Қазақстанда өте көп кездеспейді, яғни ұлттық банкіміз көп ақша басып шығармайды. Бізде басқа жолдармен ақшаны тартады. Бірақ оны біз ақштың экономикасынан өте көп көреміз. Білесіздер, жалпы коронавирус кезінде бірнеше триллиондаған ақшаны бірден басып шығарды. Сол арқылы өздерінің экономикасын сақтап қалған болатын. Сондықтан осы екі түрлі жол арқылы біз инфляцияны тудырамыз. Одан басқа себептерді айтатын болсақ, жалпы біздің күнделікті өмірде көріп жүрген себептердің бірі ол өндірістік шығындар деп аталады. Ол қалай? Мысалы, қарапайым нанды алатын болсақ, мысалы, нанның да бағасы жыл сайын білесіздер артып жатыр. Ол қалай? Өйткені ол нанды өндіретін адамдар бар, жасап шығаратын. Олардың жалақысы артып жатыр. Сондықтан ол енді бұрынғыдай қирап қалған немесе ескірген құрылғыларда шығармайды енді нанды. Жаңа технологиясы бар құрылғыларда басып шығару мүмкін нандарды. Ол да әсер етеді, яғни нанның бағасына. Өйткені көріп тұрсыздар ғой, өндірістік шығындар артып жатыр. Жаңа технология келіп жатыр, жаңа адамдар келіп жатыр, жаңа адамдардың жалақысы артып жатыр. Одан басқа да себептер бар. Ішіндегі мысалы шикізаттардың да бағасы артып жатыр мүмкін. Оның барлығы айналып келгенде біздің соңғы продуктымызға әсер етеді. Бұл өндірістік шығындар. Яғни өндірістік шығындар ол автоматты түрде бізде инфляцияны тудыратын себептердің бірі болып табылады. Одан бөлек көптеген сырт мемлекеттен келетін, мысалы, кейбір детальдар жетіспей қалуы мүмкін элементтердің. Ол кездерде инфляцияны тудырады. Ондай жағдайда Қазақстанда болған. Бір жылдары білесіздер, қағаздың да бағасы көтеріліп кеткен. Өйткені ішінде қағазды жасайтын бір құрылғы, бір деталі жетіспеген, соның әсерінен қағаздың бағасы автоматты түрде көбейді. Одан бөлек тағы бір себептердің бірі адамдардың психологиясы. Мысалы, адамдар ойлауы мүмкін, осы жылы, мысалы, картоп біздің экономикада, біздің Қазақстанда өте аз шығады дейтін болса, кейбір адамдар алдын ала картоптарды сатып ала бастайды. Сондықтан қалған адамдарға картоп жетіспейді, картоп аз болады, сондықтан картоптың бағасын автоматты түрде көтеріп жібереді.
яғни бұл адамдардың психологиясынан туындайтын яғни инфляцияны тудырудың себебі болып табылады. Міне осындай негізгі себептер бар. Бұны көп адамдар енді біле бермейді, тек естігендер болуы мүмкін, бірақ мағынасын түсінбейді. Бұның айналып келгенде бұның барлығы сіздің ақшаңызға тікелей барып әсер ететін факторлар болып табылады. Яғни сіздің ақшаңыздың сатып алу күші жылдан жылға осы инфляцияның, теңгенің құнсыздануының әсерінен жылдан жылға азая береді.